Kuvaylık diplomlarımızda өкілі және өздері келген жоқ. Жауапкер Амангелдіқызы Айнұр және сенімхат өкілі Аспандиярова Маржан Асылов. Қалғандары тараптар баспасөз өкілдері. Жауапкер өкілі сенімхатыңыз, дипломыңыз, болмаса қосып келгеніңіз. Сіздердің бәрі тыңдаушысыздар ма? Тәртіптәріңізге келіп жасамайсыздар, сотқа телефондарын дауысын өшіріп қойыңыздар. Сотқа келіп жасамаңыздар. Тәртіпті бұзатын болсаңыздар, сотқа шығарып жіберіңіздер. Талап қойыштар жоқ қойыңыз дейді. Талап қойыштар жоқ. Талап жауапкер өкілі Аспандиярова толыққа беріңіз. Аспандиярова Маржан Хасенқызы, Амангелдіқызы Айнұрдың жауапкердің өкілімен сенімхат арқылы. Туған күніңіз айыңыз жыныңыз? 1965 жыл 1 сәуір. Сенімхаттың жаңа біліміңіз? Жоғары. Жұмыс орныңыз? Жауапкердің. Қай жерде жұмыс жасайсыз? Ескі жағыңызда? Қазақстанның жұмыс жасайтын орныңыз? Жұмыс жасайтын орныңыз қазір. Завод сақтау халықаралық бюроның қызметкерімін. Телефон номеріңіз? 701 номерінде 701-423 87-23. Отырыңыз. Жауапкер Амангелдіқызы Айнұр Амангелдіқызы. Амангелдіқызы Айнұр. Туған күніңіз айыңыз жыныңыз? 26 ақпан 1978 жыл. Туған жеріңіз? Қызылорда облысы Шет ауданы. Тұратын мекен жайыңыз? Қызылорда қаласы Сырдария мөлтек ауданы 10-24 процент. Отбасылысы бар? Иә. Біліміңіз? Жоғары. Жұмыс орныңыз? Номер 267 мектеп лицей. Кім болып істейсіз? Ағылшын тілі пәні мұғалімі. Телефон номеріңіз? 8778-634-6901. Жауапкерлер орындарыңызда тұрыңыздар, өкіл орындарыңызда тұрыңыздар. Соттың құрамын жариялаймыз, соттың құрамында төрағалаушы судья деп сөйлейді, хатшықтарды таза. Жауапкер өкілі Аспандиярова сот құрамына қарсаңыздар ма? Сізде Айнұр Амангелдіқызы сот құрамына қарсылығыңыздар ма? Жоқ. Құқықтарыңыз бен міндеттерін түсіндірем. Құқықтарыңыз материалдармен танысуға, талап-арызды мойындауға, қарсы пікір беруге, істі бітіммен аяқтауға, татуласумен, медиациямен аяқтауға, сот отырысында ауызша жазбаша түсініктерге, жарыс сөзге қатысуға, соттың қабылдауға дейін шешім қаулысымен келіспеген жағдайда жоғалтуға, сотқа шағымдануға, сотта дәлелдемелер ұсынуға, өтініш хаттар беруге, сотқа қарсылық білдіруге, дәлелдемелер зерттеуге қатысуға, іс бойынша қатысатын тараптарға сұрақтар қоюға, сонымен қатар сотқа шынайы мәлімет беруге, соттың тәртібін сақтауға, соттың шақыруы бойынша келуге, қолдарыңыздағы бар дәлелдемені бірінші сатылы сотқа ұсынбасаңыздар, ол жоғалтылған сотта дәлелдеме табылмайтын сот ескертеді. Құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз талап қоюшы жауапкер өкілі түсінікті ме Аспандиярова? Түсінікті. Айнұр Амангелдіқызы сізге түсінікті ме? Сонымен қатар ескертем, бірінші сатылы сотқа ұсынған дәлелдемелеріңіз ұсынылмаса, жоғалтылған сотта дәлелдеме табылмайтын. Талап қоюшы жауапкерлер
талап қоюшы тарабы сот отырысына келмей отыр. Талап қоюшылар келмеуіне байланысты қарамау мәселесі бойынша пікіріңіз Искандерова? Келмесе де қарай беруге болады деп ойлаймыз. Сіз Айнұр Амангелдіқызы? Басталды ма? Қарау керек шығар. Қазіргі таңда комиссия арқылы отыра тұрмыз. Талап қоюшының талап-арыздарын алдыңыздар ғой, да? Алдық. Сіз Айнұр Алдым. Амангелдіқызы? Сотқа орнынан тұрып сөйлеу керек. Мойындайсыздар ма? Талап-арызды толығымен мойындамаймыз. Сіз Айнұр? Мен де мойындамаймын. Мойындамайсыздар. Қарсы пікірлеріңіз жоқ қой? Қарсы пікіріміз бар. Жазбаша. Жазбаша да бар. Алдын ала сот отырысына келмедіңіз, де? Құрметті сот, рұқсат берсеңіз анықтама берейін. Рас мына сотқа дайындалу барысында маған сеніп өлтірген Айнұр Амангелдіқызы осы ақпаратты айтты. Бұл кісі біреулерден естіген екен, соттың бірінші отырысы өтіп кетті деп. Маған сенім білдірген Айнұр Амангелдіқызы осы күнгі сот болатыннан басқа ешқандай хабарлама алған жоқ. Бұл кісіге не SMS арқылы, не хат арқылы ешқандай алдындағы сот отырысы болады деген жөнінде ешкім хабарлаған жоқ. Сондықтан осы мәселені біз түсінбей тұрмыз. Неліктен Бұл алдын ала сот отырысы болған. Кім хатшы іс бойынша аш? Төлеу Ташбек. Төртте жұмыстың. Электрондық база бар. Электрондық база арқылы операторға жіберіп, тексеру бағдарламасы азынан бері ол жерде SMS хабарламаның жеткені жөнінде мәліметтер бар. Алдын ала сот отырысына бір тараптың келмеуі азаматтық процестік кодекстің 172-ші бабына сәйкес кедергі келтірмейді. Сондықтан бұл бірінші сот отырысы алдын ала сотқа шақырылмады деген оны түсініп отырмыз. басқа өтінішіңіз бар ма? Өтінішіміз бар. Мен анықтан деген аудио-бейне жазба жүріп жатыр ғой. Біздің өтінішіміз бұл сот отырысына мына ұстаз қауымының өкілдері келіп отыр, қатысып отыр, және де ақпарат құралдарының өкілдері келіп отыр. Енді құрметті сотқа мүмкін мәлім шығар, мәлім емес шығар, бірақ бұл Айнұр Амангелдіқызының мектеп директоры 2 орынбасары менен 3 мұғалімменен қоса сотқа беріп, осындай 143-ші баппен жауапқа тартылып жатқаны Айнұр Амангелдіқызының бүкіл Қазақстанның ұстаздарын елең еткізіп отыр. Жан-жақтан қазір ақпарат құралдарында да, интернет желісінде де осыған қызу талқылау болып жатыр. Және Қазақстанның түкпір-түкпірінен енді көбейтіп айтып тұрған жоқпын, мыңдаған ұстаздар Айнұрға қолдау білдіріп жатыр. Қостанайдан, Маңғыстаудан, Петропавлдан, басқа елдерден тіпті. Сондықтан осы азаматтардың сотқа қатысуға рұқсат мүмкіндік беруіңізді сұраймын, және де ақпарат құралдарының өкілдері, мына жерде мен білсем Азаттық радионың тілшісі тұр, және де Мектеп Ньюс сайтының штаттан тыс тілшісі Қарлығаш Абдрахманқызы деген осы азаматтарға журналист ретінде өз міндеттерін атқаруға рұқсат беруіңізді сұраймын. Яғни бұл кісілерге толығымен аудио-бейне жазба жүргізіп, сондай мүмкіндік беруіңізді сұраймыз. Азаматтық процессуалдық кодексте көрсетілгендей, бұл нақты сот отырысы ашық өтеді, 19-ші бапта нақты көрсетілген. Оның ішінде іске қатысатын 7-ші пунктінде іске қатысатын адамдардың және басқа да адамдардың, оның ішінде ашық сот отырысына қатысып отырған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің сот отырысының барысы бойынша жазбалар жазуға, оны залда отырған орындардан аудио жазу құралдарын және цифрлық жеткізгіштердің көмегімен жазып алуға құқығы бар. Сот талқылау залында киноға және фотоға түсіруге, бейне жазба жасауға, тікелей радио және телетрансляция жүргізуге соттың рұқсатымен және іске қатысатын адамдардың пікірі ескеріле отырып жол беріледі. Бұл туралы сот отырысының хаттамасына енгізілетін сот ұйғарымында көрсетіледі. Бұл әрекеттер сот отырысының қалыпты өтуіне кедергі келтірмеуге тиіс және сот оларды уақытша шектеуі мүмкін. Мен ойлаймын, мына азаматтар өздері тұрған орнынан аудио-бейне жазба түсіріп тұрса, бұл соттың жүрісіне ешқандай кедергі болмайды деп ойлаймын, сондықтан рұқсат беруіңізді сұраймын. Қолдыңыз ба? Қолдым. Сіз қолдайсыз ба өтініш хатты? Қолдайсыз ба? Әрине қолдаймын. Сотқа жұма күні бізге пресса қатысатын жөнінде запростар жіберілген, сондықтан бізге запрос жіберілген, сот отырысына қатысуға, сондықтан біз қарсы емеспіз деп айтқан. Сол себепті уже сот прессаны сот отырысына кіргізуді ұйғарып кіргізіп жатыр.
Ал екінші мәселе, бұл жерде бәрі жаңа айтты, тәртіп сақтау керек. Сот отырысында тәртіпті бұзуға болмайды. Сондықтан сол. Ал қазіргі таңда басқа өтініштеріңіз жоқ болса, бізге талап қойшы келмей тұр, сол мәселесімен істі қарау мәселесі шешіледі. Кеңсе арқылы 26 қазан 2018 жылы сотқа талап қойшылар Маханова, Мырзалиева, Олинова, Досқолова, Ибрашева, Исупова, Салтана арыз жолдап, ол арыздарында аталған талап қою арызды қараусыз қалдырып, талап қою арызына тіркелген құжаттарымызбен бірге кері қайтарып беруді сұраған, барлық талап қойшылар қол қойған. Сол себепті осындай арыз келіп тұр, осы арыз бойынша пікіріңіз жауапкерлігі Аспандиярова. Біздің негізі талап арыздарына қарсы пікіріміз бар еді. Мен сізге айтып жатырмын, талап арызға қарсы пікір мәселесі емес, қазір талап қойшылар өз арыздарын кері қайтару жөнінде арыз бойынша пікіріңіз. Әуелі маған сенің білдірген Айнұр Амангелді өз позициясын айтсын. Ол талап арыздарын қайтару жөнінде арыздарын бір кезде берген білсің ғой? Мен жаңа айттым, тыңдасаңыз, мұқият 26 қазан 2018 жылы кеңсе арқылы өткізген. Жұма күні яғни. Жұма күні, иә. Мен оған дейін, осы күнге дейін, сол жұма күні сіз айтып тұрған число күні мен ешқандай ресми хат алған жоқпын. Ол кісілер осылай талап арыздарын қайтарып алды деген. Тек қазір естіп тұрмыз. Енді ол кісілердің жазған талап арыздарына мен мынша бет түсініктемені әр талап арызда жазылған сөйлемге, сөзге жауап беруге дайын болып келді. Айнұр Амангелді қазір талап қоюшылардың сотқа беретін құқықтар азаматтық процестік кодекстің 230 бабының 8 тармағына сәйкес. Онда жоқ болған. Талап қоюшылар өздерінің талап қоюларын кері қайтаруға құқығы. Кері қайтарып беруге арыздарды ол жауапкерге жолдамайды, ол сотқа жолдайды. Себебі сотта қаралып отырғаннан кейін. Сондықтан сот қазір осы мәселені шешу үшін сіздерден пікіріңіз сұрап отыр. Пікіріңізді айтыңыз. Мен ол кісілер маған жолдамады деп тұрған жоқпын. Сот хатшысы маған қарап ресми түрінде ол жөнінде іс бойынша қандай да бір арыз түсіп жатқанын біз жауапкерге сотқа келген кезде, егер қарсы пікір түсіп жатса, оны пошта арқылы жолдаймыз. Бұндай арызды сізге ресми түрде жолдауға міндетті емеспіз. Пікіріңіз айтқан жоқсыз. Қараусыз қалдыру жөнінде арыз. Қарсы емессіз ба, қарсысыз ба? Қарсыман. Талап арыз. Біздің қарсы пікірімізді мен түсініктемеңді тыңдағандарыңыз қалаймын. Сіздің пікіріңіз. Енді әрине маған сенің білдірген Айнұр Амангелдіқызының позициясын қолдаймын. Қолдыңыз ба? Сот аталған талап қоюшылардың арызы бойынша процессуалдық шешім қабылдау үшін кеңес бөлмесіне береді.